Қайырлы күн. Маған WhatsApp-та стикерді қалай жасаса болады екен көрсетіп жіберіңізші дейді. Мен енді соны көрсетейін. Play Marketке кіресіздер. Play Marketке кіресіздер де мына төбеге стикер деп жазасыздар. Мінекей, стикер деп жазасыздар. Осы жерде мынау создай деген мына біреу тұр, стикер. Соны былай әртүрлісі бар, өздеріңіз көресіздер ол жағын. Осыны жаңағы тартып аласыздар. Открыть. Мінекей, енді мына жерде плюсик тұр. Плюсикті басамыз. Енді өзіміздің галереядағы суреттерді ашам десеңіз, галереядағы өздерінен болса, онда мына жерде шығады. Әртүрлі стикерлер шығады. Осыларды мінекей. Яқта адамдар да бар мінекей. Осындай стикерлер шығады. Ал енді мен өзімнің галереяма кірем. Мына жерде нелер бар. Жаңағы мынандай стикерлер бар. Не дейді оны жаңа нейді? Эмоджи. Так, өзім галереямны жаңағы неден тартып алғаным бар менің. Неден? Гуглден тартып алғаным бар. Смайлик деп. Енді мына жерде мына бір смайлигімді алғым келіп жатыр. Мінекей мынау астындағысын түртеміз. Енді осының жан-жағын әрлесек те болады, басқасы да болады. Енді ары қарай далияны басамыз. Төбеде далия деген тұр. Енді мына шет жағын қоршайтынға бояйсыз ба деп тұр төбеде. Жарайды. Сарыға бояйым или жасылға бояйым. Бәрібір. Сарыға, қызыл. Жармайды, мына жасылды. Жасылды істеп қойайын. Мақұл. Сохранить етеміз. Сохранить еттік. Енді сохранить еткеннен кейін мына жерде астында небір стикерлер тұр. Жаңағы көрсеткен. Мысалы, осыларды үстіне жабыстырып қойсаң да болады, бір прикол үшін. Мысалы, мына очкиді. Мына очкиді бүйтіп туралап так, сәл кішілеу. Бұлай істеп қойсақ та болады. Мысалы, мейлі осылай кете берсін, өздеріңіз туралай бересіздер. Не жабыстырғыңыз келеді? Мысалы, мына жерде тағы да не бар? Сақал нені қойсаң да болады, енді оны білмеймін, о жағын бүйтіп, мына жағы. Енді бір жерде дұрыс болмай қалатын, оны алып тастаймыз. Енді текст жазайық. Текстке кіреміз. Мына өздерінің несін өшіріп тастаймын. Енді мына жерде мен ой шегім-ай дегенді жазып қояйын. Ой шегім-ай деп күліп атқанмын. Так. Окейді басамыз. Мына жерде жазудың түрлері бар әйтеуір. Мына бір қалың болып жазылғанды ала берейік. Енді бұны бояймыз. Мына жерде А деген мына екіншісі тұр ғой, мына жерде. Соны басамыз. Сары, қызыл не алайық. Окей. Енді мынасын қанық болсын деп мына жерден бітеміз. Мына жағын қанық болсын. Так, мына жақта қызылды. Окей, мінекей. Енді осыны продолжить деген тұр. Продолжитқа басамыз. Мінекей. Ой шегім-ай деп тұр. Мінекей.
енді сохранить етеміз. Егерде мынау сохранить етеміз, мінекей, жарайды. Енді мына жерге жаңағы өзіңіздің неңізді жазып қойыңыз дейді. Оны жазсақ та болады, жазбасақ та болады. Мен әшейін А деп жазып қоя саламын. Так, енді міне басамыз окей. Мінекей. Менің немде WhatsApp-ымда тұр, қазір осыны көреміз. Шығамын. WhatsApp-қа кіремін. Енді өзімнің жаңа хат жазатын немде кіремін. Мынау астында тұр ғой өзі. Тек қана жіберіп, мінекей. Менде уже шығып тұр. Осылай. Егерде, так, мына жерде қайтадан жаңа кіріп. Егерде қайтадан назадты кіріп, шығып демекші. Мына плюсикті басып, біз енді өзіміз мынау нені жіберсек болады. Эмоджилар тұр ғой, мінекей. Осылар жіберсек те болады, мысалы. Мінекей. Бәрі жаңа өзімізде. Мына жерде жаңа смайликтерді, мінекей, мынандай. Бәрібір қайсысын жіберсеңіздер де. Так, мінекей. Мына қыздың мысалы билеп тұрғаны. Оның қасына тағы да қосам десең, мынаны басамыз да, мына жерде, мінекей. Алардың біреуін бетіп қоса салуымызға да болады. Ошын өздеріңіздің идеяларыңыздың бәрі. Қандай немен не алып кісіге. Билегенді. Или бұны қызды алып тастаймыз. Так, мынаның өзі. Астына енді өздеріңіз ұнайтын жағы сөзді, қандай сөз жазғыңыз келеді. Мысалы, ура деп қоя саламыз енді. Ура деген сияқты жазып қоя саламыз. Мінекей. Мынандай болып тұр. Енді оның әріптерін туралаймыз. Мынандай қалыңды алайық. Мынау А дегенді басамыз. Мына жерде көкті басайық. Көктің ең шеткі. Енді мынаны сәл бүйтіп нығыздау қылайық. Мынаны көкті. Арасын ашамыз. Мінекей, енді осымен астында продолжитті басамыз. Мынаны өзінің мынандай жеріне келтіре саламыз. Егерде мынандай үлкені, былай тұрса да болады, бәрібір. Қатты бір нәрсеге қуанып тұрған кезде жібересіздер. Сонымен осыны сохранить етеміз. Мінекей. Мына жердегі бір нәрсе әйтеуір бір әріптер жаза саламыз. Болды, окей. Мына ID дегенді басамыз. Болды, бұда менің уже немде сохранить етілді. Қазір мен WhatsApp-ыма кірейін. Так, WhatsApp-қа кіремін, мына қызымкіне кіремін. Так, мына кетір. Қатарда тұр, мінекей. Ура деп тұр. Оны қайтып бассам шығады уже. Ой, динағыз енді
не үшін маған ураны жіберіп жатыр, ішегім айды жіберіп жатыр, түсінбейтін шығар. Ал енді осы ұнаса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Ол үшін тағы да нелерді көрсетемін, жаңалықтарды.